Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы химиялық реакция теңдеуі бойынша қоспа құрамындағы заттың массасын анықтауға есептер шығару. Оқу мақсаты және оқу мақсатына сәйкес сабақтың мақсаты. Бүгінгі сабақта біз белгілі бір массалық үлес бойынша қоспа құрамындағы таза заттың массасын анықтаймыз. Қоспадағы таза заттың массасы арқылы реакция теңдеуі бойынша белгісіз заттың мәнін есептейміз. Мұндай есептеулердің өндірісте қолданылуы мен маңызын болжаймыз. Табиғатта абсолютті таза зат кездеспейді, яғни барлық зат қоспа түрінде кездеседі деген сөз. Қоспаның құрамына негізгі құраушы зат және басқа бөгде зат кіреді. Сондықтан қоспа құрамындағы бөгде заттар реакцияға басқаша түседі, немесе басқаша қатысады. Қоспасы бар үлгіні техникалық, масса техникалық деп, негізгі зат масса таза деп, қоспаның массасын масса қоспа деп белгілейміз. Сәйкесінше, таза заттың массасын табу үшін техникалық массаны көбейтеміз таза заттың массалық үлесіне. Есеп шығару рет тәртібі. Ең әуелі біз есептің шартын жазамыз, сосын реакция теңдеуін жазамыз, теңестіреміз. Қоспа құрамындағы таза заттың массасын, зат мөлшерін немесе көлемін табамыз. Реакция теңдеуі арқылы таза затқа пропорция құрып, белгісіз затты табамыз. Ең соңында есептің жауабын жазамыз. Осыған сәйкес, мына мысалды қарастырып көрейік. Құрамында 20% қосындысы бар 270 грамм алюминиймен әрекеттесетін оттектің қалыпты жағдайдағы көлемін анықтаңыз. Есептің ең әуелі берілгенін жазамыз, яғни берілгеніне сәйкес массасы техникалық 270 грамм және қоспаның массалық үлесі 20%, яғни 0,2. Біз табу керекпіз оттектің көлемін. Сәйкесінше, ең әуелі реакция теңдеуін жазамыз. Және белгіліні және белгісіздің астын сызамыз. Және олардың сәйкес зат мөлшерлерін астына жазамыз. Содан кейін таза заттың массасын табамыз. Берілген формула бойынша. Яғни алюминийдің массасын табу үшін техникалық масса 270 граммды көбейтеміз 0,8-ге, яғни 80%-ға. Сонымен алюминийдің таза массасы 216 грамм болады. Үшінші қадамда алюминийдің массасына негізделіп, алюминийдің зат мөлшерін табамыз. Яғни алюминийдің массасын малярлық массасына бөлеміз. 216 бөлеміз 27 граммына моль тең 8 моль. Алюминийдің зат мөлшерін тауып алғаннан кейін пропорция бойынша оттегінің зат мөлшерін табамыз. Бізге оттектің көлемін табу керекпіз. Сол себепті төртінші қадамда тиісті формула бойынша оттектің көлемін табамыз. Яғни малярлық көлемді көбейтеміз оттектің зат мөлшеріне. Сонымен 22,4 литрна моль көбейтеміз 6 моль. Сонымен 134,4 литр. Есептің жауабы. Алюминиймен әрекеттесетін оттектің қалыпты жағдайдағы көлемі 134,4 литр болады. Осыған сәйкес оқу тапсырмасын орындаңыздар. Құрамында 2% қоспасы бар 20 грамм коксты жаққанда көміртек 4 оксидінің қандай көлемі түзіледі? Сәйкесінше критерийлер және дескрипторлар. Сіздерге есеп шығаруға 5 минут уақыт беріледі. Өзіңізді тексеріңіз. Есептің нәтижесінде көмірқышқыл газының көлемі 36,512 литр болуы керек. Оқу тапсырмасы. Есептің мазмұнына сәйкес қоспа тақырыбына 3 есеп беріледі. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыз.